Ростов ипподромында Эдельсуем Досмамбет Азаулыдың атына озған атшабысларда ноғай атлар үш барғылы орынларды алдылар. Толысынша Эмир Отивалиевтің берген репортажында. Атшабысларда Дагестан Республикадың Тарум, Бабаюртем, Ноғай районлардың ат иелері ортақшылық еттілер. Амаламадың сыйлы қонағы Токиядың Олимп чемпионы Альберт Батыргазиев. Ноғай йорғалар ең игі тамамларды көрсеттілер. Олардың бірісі Эдельсу деген номинацияда барғыға тиесленді. 1400 метрге шабуда Қарағас деген байтал күндесілерін артта қалдырып, үшінші орынды суырып алды. 6-шы шабуда Джебе Пинкем Лорд Маэстро деген йорғалар ортаншы өмірдің классигі Досмамбет Азаулыдың барғысына шауып, сыйлы бірінші, сыйлы екінші орынларды алдылар. Олар 1200 метр шаптылар. Принял участие на скачках, где ногайские скакуны показали хороший результат. Буынғы атшабысларда ноғай йорғалар өзлерін бек игі көрсеттілер. Первыми, можно сказать, и один немножко отстал, но это ничего, все поправимо. Будет тренироваться, чтобы побеждать. Атшабысларға ноғай емтөгіріктегі көп бакілері елділар. Бұрынан алып, әрбір ноғайда балленші үйірік атлар болған. Атшабыс болса, ең сүйеклі юванышы болған. Ростовта озған йорға атлардың шабысы бек ыспай болып өтті. Эдельсу деген номинацияда 60 мың монет тапшырылды. Досмамбет Азаулыдың сыйына 50 мың монет ақша. Бұл сауғалардың спонсоры Күнбатар ат бойынша спорт клубы болады. Айтпаға Досмамбет Азаулыдың сыйына бұл бірінші атшабыс. Ясны есілдің есіне салғанда Досмамбет Азаулы ноғайдың батыры, атақлы аскершісі Ирауы. Біз конный клуб Күнбатар бізге биыл 3-ші ел, бірінші ел біз Начикский ипподромда атларды салдық, 2-ші ел Казанский ипподромда, бүгін даже, можно сказать, историю попали. Бүгін бізде бір заездда 3 ноғай атлары выступать еттілер. Первый, второй, третий ноғайдың атлары алды. Ода бек күйөз бізге. На сегодняшний день конный клуб Күнбатар на ростовском ипподроме составляет... Әлгі заманда Күнбатар ат спорт клубы ең күшілердің санында. Олардың құлықшылары атларға арияқлы игі қарау береділер. Кроме этого, гастролеры Краснодарского ипподрома приезжают сюда, но тем не менее подготовка лошадей именно вот тренотделения Гончарова Станислава, принадлежащий конному клубу Күнбатар, на достойном уровне. Победители традиционных призов, именных призов, большая заслуга владельцев в том плане, что лошадям предоставляются все необходимые подкормки, витаминные добавки, что немаловажно именно в скаковой сезон для достижения наибольших, наивысших результатов. Рабет Кокова, Эмир Отивалиев, Сон Хабарлар.